келдім. Бақ қосып келдім. Ертеде орман тоғайлы тауды мекен еткен шал мен кемпір болыпты. Олардың Айсәуле деген жалғыз қызы бар екен. Айсәуле үйінің ерке, ақылды қызы екен. Бір күні Айсәуле жеміс жидек теруге орманға кетеді. Жеміс жидек теріп жүріп, Айсәуле орманда адасып кетеді. Орманда жалғыз қалған қыз қарағайдың түбінде жылап отырса, оған бір әжей кезігеді. Қызым, саған не болды? Мен орманға жеміс жидек теріп жүріп адасып кеттім. Сен жылама, жүр менің үйде. Одан да үйге жүр. Осылайша әжей Айсәулені үйіне апарады. Қызым, сен мына үйді тазалап қой. Ол үйде менің балаларым бар. Сен оларға тамақ бер, олар саған тиіспейді. Жарайды. Басқа амалы қалмаған қыз әжейдің үйін айнадай етіп тазалайды. Ыдыстарын жуады, үйін сыпырады. Бір кезде көрпе жинап жүрсе, көрпенің астынан жәндіктер шығады. Кемпір, рас айтқан екен ғой, мен бұларға тамақ берейін. Ой, үйде кебектен басқа еш нәрсе жоқ екен, мен кебектен ботқа пісірейін. Сөйтіп Айсәуле кебектен ботқа пісіреді. Оны жәндіктерге береді. Айсәуле олармен достасып кетеді. Бастарынан сипап, олармен ойнайды. Бір кезде әжей келеді. Ағам, сен жақсылық екенсің, сен екеуміз дарияның жағасына жүрмейді. Дарияның жағасына келген соң әжей күртешесін тігіп беруін сұрайды. Сен мына дарияға қарап тұр. Әуелі көк су береді, судан соң сара су береді, судан соң сары су береді. Сол кезде мені оятты. Осылайша әжей ұйқыға кетеді.
Айсәуле ән айтып болып, Марияға қараса, әжей айтқандай әуелі көк су, содан соң қара су, содан соң сары су келеді. Сол мезетте қыз әжейді оятады. Әжей ояна сала, судан бір қобдиша алып шығады. Қарағым, сен жақсы іздептесің, мен айтқан тапсырманың бәрін орындадым. Осы саған сыйлығым, осы қобдиша, оны үйге барғанда ашасың. Сенің үйің анау жақта. Осылайша әжей Айсәулені шығарып салып, өзі де кетеді. Дәл сол уақытта үйге қонақтар келеді. Айсәуле қолындағы қобдишасы есіне түсіп, қобдишаны ашып қалса, іші толы алтын екен. О пепіті үйі қажеде, көрмәсінде ең үлкен қарағайдың жанында. Сенжеде қызынды кепідің үйіне жеп. Шал қызын орманға жібереді. Әрі күтеді, бері күтеді. 6 сағат өткен соң қыз келеді. Қолында қобдишасы бар. Қызым, әлгі кемпірге бардың ба? Я, бардым. Ол кемпір өте заман. Маған үйін және бағысы. Кемін түгі берді сады. Ән айтылды сады. Мен бірақ ешқайсында сады. Оны қойсы кебубисаны асы қаяқшы. Қыз қобдишасын ашып қалса, ішінде жылан бар екен. Ойбай, мынау не тағы? Қане қобдишаны ағыстырыңдар. Ол менің қобдишам. Осылайша қыз қобдишаны алып қаша жөнеледі. Содан бері Айсәуле үйіне оралмапты. Дәл сол кезде аспанда ай пайда болыпты. Одан кейін барша жұрт Айсәулені айға айналып кеткенін және қобдишасындағы алтындарды жұлдыз етіп аспанға шашқанын айтып жүр. Сұлу қыздарды айға теңеу осыдан қалған екен. Сіздердің тамашалағандарыңыз Ай мен жұлдыз ертегісі. Саура тобының балалары.